Ұлы даланың мәңгілік мұрагері саналатын қазақ елі тарихи маңызы зор шешім қабылдады. Болашақтың бағдары болған тілдік реформа Қазақстан халқының демократиялық принципі. Ұлы даланың жеті қыры мақаласы болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласының жалғасы болғандықтан біз латын әліпбиі жазу тарих туралы сөз қозғауды жөн көріп отырмыз. Ассалаумағалейкум қымбатты көрермен, эфирде Ұлы даланың жеті қыры бағдарламасы. Студия қонағымен таныс болыңыздар. Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының бас ғылыми қызметкері, филология ғылымдарының докторы Орнай Жұбаева. Студиямызға қош келдіңіз. Бірден сұраққа көшсем, қазақ жазуының тарихын қай кезден бастаған дұрыс? Әрине, қазақ жазуы дегеннен кейін ол қазақтың ұлт болып қалыптасқан жазуы, бірақ та біздің қазақ жазуының тарихы өте ерте, тереңнен басталады, өте тереңнен тамыралады. Тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев рухани жаңғыру болашаққа бағдар атты мақаласында тамырын тереңнен алатын ұлттық код болады. Сол ұлттық кодымызды жаңғырту керектігін айтқан болатын. Міне біз тамыры тереңнен алатын ұлттық код деген осы жазу, тікелей жазу мәселесіне қатысты. Бәрімізге белгілі біздің жазуымыз сол көне түркіден басталады. Көне түркі Орхон ескерткіштер дейміз, Енесей ескерткіштер дейміз, Талас ескерткіштер дейміз. Осы біздің көне жазуымыз, және сол көне түркі кезеңіндегі біздің тіліміз мына туыстас түркі тілдерін салыстырғанда қазақ тілінде жақсы дамыған. Бейжің қаласына, Қытай Халық Республикасының Бейжің қаласына лекция оқуға барғанымызда, арасында сол кезде керемет ғалым бар, Еркін Ауғали деген профессор. Сол кісі көне түркі жазуы бойынша, тілі бойынша дәріс оқиды. Сонда сол дәрістеріне қатысқан кезде қазақтар емін-еркін түсініп отырамыз көне түркінің сөздерінің бәрін. Ол біздің тілімізде қазірге дейін қолданыста бар. Ал енді өзге ұлт өкілдері, өзбектер, ұйғырлар дегендей, ол кісілер көбінде түсінбей қалып жатады. Анау қандай сөз, мынау қандай сөз деп. Сонда біздің қазақтың балалары күліп отырады. Ол мына сөз ғой, бізде қалыпта бар ғой деп. Сөйтсе, ол кісілердің тіліндегі ол сөз қазір көбінде араб парсымен алмасып кеткен екен де, қазақ тілінде жақсы сақталып қалған екен. Осы жағынан келгенде бізде Ахмет Байтұрсыновтың керемет сөзі бар ғой, Ахмет Байтұрсынның сөзі. 19 ғасырға дейін қазақтың тілін, түріктің тілін аздырмай сақтап алып келген бүкіл алғыс қазаққа тиесілі деп. Шындығында біздің қазақ тілі сол кездегі көптеген көне түркі элементтерін жақсы сақтап қалған. Ал және бұған Ахмет Байтұрсынның еңбегі ересен болды. Себебі 20 ғасырдың басында, жалпы 19 ғасырдың екінші жартысында қазақтың зиялылары осы қай тілді негіз етеміз, жазба тілге қай тілді негіз етеміз, жалпы әдеби тілге қай тілді негіз етеміз деген кезде өзбектер, ұйғырлар, өзге ұлттар көбінде жазба тілді негізге алды. Ал енді қазақ тілі болатын болса, сөйлеу тілін негізге алды. Сол сөйлеу тілін негізге алғанның арқасында біздер қазір көне түркідегі көптеген элементтеріміз сол күйінше сақтап келдік. Екіншіден, өзбек тілі болсын, ұйғыр тілі болсын, басқа тілдерді алып қарайтын болса, олардың көбінде диалектілер бар. Қазақ тілінде диалект жоқ. Енді жергілікті ерекшеліктер дейміз, ұсақ түйек қана бар. Ал бірақ ол лексикалық деңгейде, морфология ондай бір қатты бір деңгейде, бір-бірін түсіне алмай қалатындай деңгейде емес. Мысалы, мен Атыраудан келіп отырып, сол жөңгеде жүрген, Қытайдағы жүрген қазақтардың тілін емін-еркін түсініп келдім. Мысалы, олар да менің тілімді түсінді дегендей. Яғни бұл да Ахмет Байтұрсынның еңбектері, керемет еңбегі. Сондықтан осы көне түркі жазуы, ол әрине өзімізге бәрімізге белгілі таңбалар, және ол жерде дауыстылардың, дауыссыздардың таңбалар, сол кездің өзінде грамматикалық формалар, категориялар әбден тұлғаланып қалған, әбден қалыптасып қалғанын байқаймыз. Және олардың арасында қос нүктелі сияқты кейбір тыныс белгілері бар. Осы жазу, ол да қашап жазылған, әрине бізде күлтегін ескерткіш дейміз, білге қаған ескерткіш дейміз. Сонда ол да мына араб жазу сияқты оңнан солға қарай бағытталған жазу. Және араларында таңбалары бар. Бұны әрине бәрімізге де белгілі. Кезінде алғаш оқыған Вильгельм Томсон, Тәңірі түрік деген сөздерді оқыған, одан кейін толық оқып шыққан Радлов, Милорадский деген ғалымдар керемет еңбектер жазған. Қазіргі кезде де зерттеушілеріміз көп осыған байланысты еңбектерін жатқан. Одан кейін екінші жазу ол соғды жазуы. Соғды жазу, жаңа көне түркі жазуы оңнан солға қарай бағытталған болса, соғды жазу жоғарыдан төмен қарай бағытталған. Бұл да керемет жазу. Бұнда да біздің қазақтың көптеген тарихы жатыр. Осы жазуды арнайы түбегейлі зерттеуіміз керек. Бұл көбінде зерттелмей жатқан дүние. Одан кейін бері қарай алған кезде шағатай жазуы, шағатай әліпби дейміз, шағатай жазуы дейміз. Бұл кейде ескі қазақ жазуы деп те аталады. Бұл өзіміздің кәдімгі мына ханның жарлықтары, бір-біріне жазысқан хаттары барлығы осы шағатай жазуында жазылған. Және осы шағатай жазуымен біздің тек қана қазақтар емес, осы түрік халықтарының бәрі сол ортақ тілде, ортақ жазуда бір-бірімен хат алысқан. Кейде мысалы
орта ғасырлардағы жазулардың еңбектерді қараған кезде 17-16 ғасырда еңбектерді оқыған кезде кейде біздің тілімізге тән емес сияқты, ұйғыр тіліне, өзбек тіліне тән сияқты болып көрінеді. Бірақ шынтуайтына келгенде бұл ортақ ескерткіш. Бұл жерде мына халыққа ғана тән деп айтуға келмейді. Мысалы, академик Рабиға Сыдықова язык жамият таурих деген еңбегінде сонда Қадырғали Жалайырдың еңбектерін негізге ала отырып, сол кезде ортақ жазу болғанын дәлелдеп, және ол жердегі фразеологизмдердің, тұрақты сөз тіркестерінің, әдет салттардың қазаққа тән екендігін дәлелдеп, жаңа ескерткіштің татарлардікі емес, әлдеқайда қазаққа жақын келетіндігін дәлелдеген болатын. Яғни бұл жағынан келген кезде де біздер ол элементтерді, ол жерде араб бар, сөздері бар, басымдық берілген. Бірақ соған қарамастан ол басқа тілдің, жаңа өзбектердің, жаңа ұйғырлардың мәдениетіне жатады деп айтуымызға болмайды. Ол ортақ мәдениет, ортақ тіл болды. Одан кейін араб жазуы. Одан кейінгі араб жазуы пайдаланып келді. Ол қазаққа қаншалықты тиімді болды? Араб жазуы ол 1000 жылдық тарихы бар жазу. Сонысымен тиімді. Мысалы, 20 ғасырдың басында Ахмет Байтұрсынұлы латын жазуына көшуге соншалық қарсы болды. Не себепті? Себебі хат деп айтады олар, сол кезде жазу ол 1 жылдап болмайды, 10 жылдап болмайды, 100 жылдап, 1000 жылдап болады. Сонда біздің сол кезде қолданылып келе жатқан араб жазуы неше жылдан бері сол бүкіл мұра сол тілде қалды, сол жазуда қалды, сол жазуда сақталды. Сондықтан сол мұраларымыздан айырылмау керек деген принциппен Ахмет Байтұрсынұлы сол кезде латын жазуына көшуге түбегейлі қарсы болған. Ал Ахмет Байтұрсынұлы реформалаған жазудың маңызы неде? Ахмет Байтұрсын 1905 жылдан бастап осы араб жазуын икемдеуге кіріседі, бейімдеуге кіріседі, яғни қазақ тіліне бейімдеуге кіріседі. Бұл жерде Ахмет Байтұрсын оны қазақ жазу деп атайды. Ал Поливанов, Яковлев сияқты зиялылар, ғалымдар оны Байтұрсын жазу деп атаған болатын. Осында Ахмет Байтұрсын қазақ жазу деп атайтын себебі бұл араб жазуымен болғанмен де қазақтың тіліне лайықталған жазу. Себебі онда араб тілінде мысалы 2 с бар, 2 т бар, 2 д бар дегендей осындай басартық әріптерді Байтұрсын алып тастаған. Сосын араб тілінде 3 қана дауысты бар: а, и, у. Ал қазақ тілінде өзіміз білеміз ә бар, о, ө дегендей, о, ö дегендей. Осы араб тілінде жоқ, қазақ тілінде бар дыбыстарға Байтұрсынов әріп дайындаған. Және қазақ тіліне сәйкестендіре отырып, мысалы, оларда ш мен с-ның таңбалануы бірдей, а мен ә-нің таңбалануы бірдей, о мен өнің таңбалануы бірдей. Сонда Ахмет Байтұрсын назар аударған нәрсесі, бұл жерде әріптің айтылуы да ұқсас, жазылуы да ұқсас. Бұл балаға да, оқуға да, үйренушіге де өте жеңіл болды, өте ыңғайлы болды. Және Ахмет Байтұрсын өзінің сөзінде айтады, әліпби деген таңбалардың жұмағы дейді. Неғұрлым тілге шақ болса, неғұрлым тілдің таңбаларын молынан толық қамтыса, сол әліпби тілге ыңғайлы болады дейді. Біз қазіргі кезде біз соны негізге алуымыз керек. Яғни біздің тілімізде қанша фонем бар, қалай не соның бәрін негізге ала отырып, соның негізінде ғана жазуымызды жетілдіруіміз керек та. Сөзіңізді бөлейін. 20 ғасырдың басында осы жазуға қатысты екі түрлі көзқарас болды. Дау туды. Екі позицияны анықтап айтып бере аласыз ба? Неліктен осылай даудың пайда болуына себеп болды? Бұл кезде 20 ғасырдың басы негізінде шыны керек бір бұл әліпби ауыстыру мәселесі 20 ғасырдан басталған. Біз көбінде кеңес үкіметіне құрылған кезден, революциядан кейін басталғандай көрінеді. Шынтуайтында ол патша үкіметінің тұсында басталған болатын. Әзербайжанның зерттеушісі, тілмашы Мирза Фатали Ахундов деген ең бірінші осы араб жазуының қажеті жоқ деп, енді Құдай сақтасын, исламға қарсы, дінге қарсы неше түрлерді айтып, Алла тағаланың тарапынан неше түрлі жаман сөздер айтып, Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам тарапынан жаман сөздер айтып, неше түрлі сөздер айтады да. Сонымен мына ислам дінінен халықты алыстату керек, ол үшін жазуды ауыстыру керек. Жазуды өзі басында араб жазуын реформалауға батысты біраз ұсыныстар береді, онысының ешқайсысы өтпейді. Одан Тегеранда Константинополь жіберіп тұрады. Одан кейін латын жазуына көшуге байланысты ұсыныстар, 4 түрлі ұсыныс жасайды. Бірақ өз кезінде оны қабылданбайды. Себебі ол кісінің жаңа сөздері елдің бәрін шошытады да, одан баласы да безеді, ол баласының арасында екеуі дұрыс болмайды. Әйел бүкіл қауым безіп, тіпті ана кісі қайтыс болғаннан кейін де оны мұсылман қорымына жерлетпей, қазірге дейін ол ботанический сад дейміз ғой, ботаникалық бақтың жанында жеке дара оқшы жерленген. Енді осы идеяны 1922 жылы Нариманұлы Ленинге айтады. Ленин екі қолын екі аяғын көтереді бірден. Бұл керемет идея, бұл тамаша. Яғни мына түркі халықтарын отарлаудың, орыстандырудың бірден бір жолы әліпби ауыстыру керек, діннен алыстату керек, діннен алыстату арқылы әліпби ауыстыру керек деп. Бұл идеяны кезінде Эльминский де айтқан болатын. Біздер
оған Ильинский алтын саринге орыс жазуымен негізделген әліпби құрастыр дегенде алтын сариннен барысында қарсы болады. Сонда Ильинский айтады, егер біз орыс жазуын кіргізетін болсақ, барлық жазу дінмен байланысты дейді. Біз орыс жазуын кіргізетін болсақ, сөйтіп бірте-бірте біз дінімізді кіргіземіз дейді. Бұлардың мақсаты ар жағында көксеген мақсаты қалай? Осы мақсатта болды. Енді 20 ғасырдың басына келген кезде Ахмет Байтұрсынов 1905 жылдан бастап жүйелеген, реформалаған жазу 1912 жылдардан бастап қолданысқа ене бастады. Ол жаңа әліпби деп аталды. Өте жақсы қолданыста болды. 1924 жылы Орынборда өткен қазақ білімпаздарының тұңғыш съезінде ол қабылданды. Мұғалімдер, ағартушылар тарапынан керемет қолдау тапты. Бірақ осы жиналыстың соңында Нәзір Төреқұлов тұрып латын жазуына көшу керек деген мәселені көтереді. Сонда елдің бәрі таң қалады. Бұл не айтып отыр? Мына жазу тілімізге шақ болып тұрса, керемет үйлесіп тұрса, латын жазуына көшудің не қажеті бар деп. Сонда Әлихан Бөкейханның өзінің жазбаларында айтатыны бар. 1924 жылы латыншыл біреу ғана еді. Неге жыл сайын көбейіп бара жатыр осы латыншылдар деп. Сонда орталық үкіметтің тарапынан арнайы қаулы шығарылған. Қайткенде де түрік халықтарын бәрін латын жазуына көшіреміз деп. Одан кейін осы ұстанымды Құдайберген Жұбанов айтады. Біз Байтұрсын құрастырған әліпбиден біз ешқашан бас тартпас едік дейді. Төте жазудан ешқашан бас тартпас едік. Орталық кіндік үкіметтің тоқпағы күшті болды дейді. Біз соның кесірінен ғана біз бас тарттық дейді. Ал енді Байтұрсыновтың кезінде қалай жазуға байланысты айтыс қалай болды деген кезде Ташкентте болған айтыстар, Орынборда да жадында еңбекші қазақ жаңа мектептің бетін қарап отырсаңыздар, әліпбиге қатысты көп айтыс болады. Сонда көбінде латыншылдар өздерін біздер латын жазуын жаңашылдар деп айтады және латын жазуын көбінде саясатпен байланыстырады. Бұл деген қара шаруаның жазуы, қара шаруаның әліпбиі деп. Және олардың айтатын нотаны біздер арабпен бере алмаймыз дейді, сандарды арабпен бере алмаймыз дейді. Ал енді мына Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Әлихан Бөкейхан, Елдес Омаров бастаған ұлт зиялылар айтады, жоқ, латын жазуынан гөрі біздің араб жазуы дұрыс. Себебі біріншіден латын жазуы, араб жазуын қазақ тіліне шақтап Байтұрсынов керемет қылып реформалап берді. Керемет кәдімгідей, ол айтады, теңдесі жоқ әліпби. Әлемде теңдесі жоқ. Оны кезінде Поливанов айтады 1924 жылда, одан кейін 1929 жылы Қызылордада өткен ғылыми орфографиялық конференцияда Поливанов айтады, 20 жылдары қазақтың зиялылары латынға көшуге қарсы болды дейді. Оның себебі қазақтар өзінің тілін керемет реформалап алған болатын, әліпбиін керемет реформалап алған болатын. Ал өзбектер, әзірбайжандар бірден көшіп кетті дейді. Себебі олар тілін ешқандай реформа жасаған жоқ, сондықтан олар арабта отырды ма, олар латында отырды ма, бәрі оларға ешқандай айырмашылық болған жоқ дейді. Ал қазақтар керемет қылып тіліне икемдеп алды дейді. Оны Яковлев те өзінің еңбегінде айтады. Және қазақта мына Байтұрсыновтың керемет жаңалығы дәйекшені енгізді. Дәйекше арқылы ажыратылатын о дегендей. Сонда олар жазуға қайсы ыңғайлы, оқытуға қайсы ыңғайлы. Сосын мына кез келген нәрсе, мысалы біз инемен инемен тіккен кезде біз оңнан солға қарай істей алмаймыз, иә? Солдан оңға қарай істей алмаймыз, оңнан солға қарай істейміз. Жалпы кез келген нәрсе өзі сағаттың бойымен бейімделген, ол табиғаттың заңдылығы. Араб жазуы сағаттың бойымен бейімделген. Сондықтан Байтұрсынов айтады, мына араб жазуға да жеңіл, оқуға да жеңіл, үйретуге де жеңіл, 5 айдың ішінде үйреніп шығады дейді. Одан кейін мына неде айтады, көз ауруларын айтады. Араб жазуларын өздеріңіз білесіз ғой, бірі ұзын, бірі қысқа, бірі жолдың үстіне, бірі астына. Сонда айтады, араб жазулары бір ойдақ-сойдақ болып тұрғанда дейді, ол көз шалынған ыңғайлы дейді. Мысалы, егер екінен алып тұратын болса, ұзын болып тұрса, ол не не Л. Астына түсіп тұратын болса, о не Р, не З. Және араб жазуында баспа мен таспаның айырмашылығы жоқ, жазбаның айырмашылығы жоқ, екеуі бірдей. Ал латынға көшкен кезде жазба мен баспаның айырмашылығы бар. Одан кейін бас әріп кіші әріп деген жоқ арабта. Оқуға да ыңғайлы, жазуға да ыңғайлы. Байтұрсынов айтады, көз ауруларының бәрі Еуропадан шыққан дейді. Оның себебі олар көзіне зақым түсіреді дейді. Ал араб жазуымен болғанда және Байтұрсыновтың негізі реформалап берген қазақ жазуымен болғанда ондай көз ауруы жоқ дейді. Мысалы, өзіңіз көз алдыңызға елестетіп көріңізші, кимешек киіп немесе тақия киіп көзілдірік киген адам көрдіңіз бе? Жоқ қой, ондай сурет мүлдем жоқ. Сонда мына көзге де өте ыңғайлы болады дейді. Оқуға, жазуға, үйретуге бәріне ыңғайлы жағынан айтып, араб жазуы өте ыңғайлы. Және олар айтады, Елдес Омаров өзінің мақаласында айтады, қазір латынға көшеміз, немесе ағылшын тілімен ғана болашаққа өркениетке қадам басамыз дегеннің бәрі шатасқандық дейді. Жазу мәселе, әрине жазу керек, бірақ біз емлені дұрыстап алуымыз керек дейді. Және біздер тілімізді дұрыстап алуымыз керек дейді. Қазақ тілімен өркениетке қол жеткізе алмаймыз деген ол бос сөз дейді. Кез келген тілмен де өркениетке қол жеткізуге болады, ол үшін біз тілімізді мақтауымыз керек дейді. Бұл біздің тарихымыз, десек те уақыт жылжыған сайын жаһандану кезеңінде тұрсақ та, бәрібір де осы мәселелер әлі күнге дейін өзегін жойған жоқ. Ал қазіргі уақытта тілдік реформа аясында шеттен кірген сөздерді, терминдерді бейімдеу алу мәселесіне қатысты да түрлі алып қашпа пікірлер, қарама-қайшы пікірлер бар. Осыған байланысты сіздің ұстанымыңызды білгім келеді.
Біз Нұрсұлтан Назарбаевтың керемет мақаласында айтады, ұлттық код сақтауымыз керек деп. Осы ұлттық кодтың негізі 20 ғасырдың басында. Мысалы, қазіргі министріміздің Байтұрсынның әліпби негізге аламыз деген өте дұрыс шешім, өте керемет шешім. Шындығында біз үшін шамшырақ болу керек Ахмет Байтұрсын. Қазанда Орынборда барып лекция, конференция жасағанымызда олар таңғалды. Мынандай заңдылықтарды қайдан таптыңыздар, оны қалай анықтадыңыздар? Байтұрсынлар жасап кеткенсе не деген керемет, не деген мықты болған сіздердің ғалымдарыңыз деп та. Шындығында Байтұрсын еңбектерін әрдайым негізге алуымыз керек. Сонда Байтұрсыновтар айтады, біздер осы уақытқа дейін игерілген араб бар сөздерін негізге алуымыз керек дейді. Екінші, орыстың тілінен енген, ертеректе енген сөздерін. Мысалы, ол кезде самауыр деп алды ғой, самовар деп алған жоқ, Мәскеу деп алды. Осындай сөздерін негізге алуымыз керек дейді. Одан кейін, мына қазақтың өзінің дыбыстарын тіркесімі бар. Қалай болса солай дыбыстар тіркеспейді. Мысалы, қазақ тілінде дыбыстардың тіркесімінде қатаң заңдылық бар. Мәселен, үндемен қатаң тіркеседі. Оны Қошке Кемеңгерұлы дауыссыз дифтонг деп айтқан. Мысалы, қант, арт, жал, жұлт дегеннің бәрінде үндемен қатаң тіркеседі. Ал керісінше тіркес жоқ, қатаңмен үнді тіркеспейді. Сөздің соңында ұяң мен ұяң немесе қатаңмен қатаң тіркеспейді. Мысалы, съезд деген сөзді 20 ғасырдың басында съезд деп атқан. Қазір біздер подъезд, съезд, разъезд деп жүрміз, соның бәрінде айтылуда негізінде біз дыны айтпаймыз. Немесе жаңа турист, альпинист дегендегі біз тыны түсіріпсе, олардың сол кездегі бір кереметі сөздің соңында қосымша жалғау арқылы түсінген. Мысалы, біздер альпинист деп жазамыз, бірақ оған қосымша жалғанда альпинистке дейміз ғой, туристке дейміз. Яғни ана жердегі т біздің тілімізде ол жоқ нәрсе. Орыс тілінде әрине бар шығар, бірақ біздің тілімізде жоқ. Осындай нәрселер. Одан кейін мына штаб, кітап деген сөздерде ол кісілер айтады, қазақ тілінің заңдылығы бойынша сөздің соңында ұяң дауыссыздар келмейді. Әсіресе мына ж мен з-дан басқа б, г, г, д дыбыстары сөздің соңында келмейді. Осыған байланысты кітап сөзі араб тілінен енгенде кәтаба. Кәтабаны олар кітап деп алған. Тіпті Байтұрсын еңбектерін кітеп деп те жазады. Кітеп болғанда сөздің соңында п, одан қазақ тілінің несіне, қағидасына ешқандай заңдылық қайшы келмейді. Себебі оған жалғанатын қосымша қатаңнан басылады. Себебі қатаңнан жалған біткен қосымша сөзге ғана біздер қатаң қосымшаларды жалғай аламыз. Бірден бір көрініп тұрған нәрсе фонема, ана жерде тұрған нәрсе ол қатаң дауыссыз деген сөз. Және осы жерге келгенде мысалы Қажым Басымұлының мына еңбегінде мысалы араб деген сөзді Қажым Басымұлы б-мен жазбайды, п-мен жазады. Себебі оған қосымша жалғанда арабға демейміз ғой, арабқа дейміз. Яғни осы заңдылықты дейді, ол тек қана біздің қазақ тіліндегі сөздерге емес, кірме сөздердің бәріне қолдануымыз керек. Мысалы, қазір штаб дейміз, өте көп сөзіміз бар, б, г, г-ға бітіп жатқанда, сол филолог дейміз, педагог, солардың барлығында біз қосымшаны тек қана қатаңнан жалғаймыз. Яғни осы заңдылықтарды біз ескеруіміз керек. Мысалы, театр, метр дегенде сол кездің заңдылығында метр деп жазған, арасында бар. Яғни протеза, эпентеза деген кәдімгі қазақ тілінде емес, жалпы тіл білімінде сондай құбылыстар бар ғой, протеза, эпентеза, неше түрлі мына дыбыстың мына шеттен енген сөздерді икемдеуге байланысты. Осы заңдылықтарды біз қазақ тілінде сақтауымыз керек. Яғни біз қазақ тіліндегі қазір Құдайға шүкір біршама біз айқындап алдық, дыбыстардың тіркесімі қалай қазақ тілінде. Мысалы, ол кісілер айтады, сөздің соңына келгенде бізде ашық дауыстар келмейді дейді. Сөздің басқа сөздің басқа буындарында егер езулік болатын болса, соңғы дыбысында еріндік болатын болса, оны біз еріндікке айналдыруымыз керек дейді. Мысалы, директор деп жазамыз, ал қазақта айтуда директор дейміз ғой. Директор, ана жерде трактор емес, олар кезде трактор деп жазған. Яғни сөздің соңындағы еріндікті олар елемеген, езулікке айналдырып жіберген. Осындай біздің өзіміздің тіліміздің заңдылығы. Немесе сөздің соңында ашық дауыстылар келмейді. Фонема емес, фонем. Фабрика емес, ол кезде фабрик деп алған. Сол сияқты аптека емес, аптек деп алған. Награда емес, наград деп алған. Осындай нәрселер көп. Осы қағидаларды біз қазір тілімізге негізге ала отырып, бұл бекерден бекер айтылған нәрсе емес. Қазақтың өзінің икемділігі солай. Қазақтың тілінің заңдылығы солай. Яғни осы заңдылықтарды Ахмет Байтұрсынұлы, Елдес Омарұлы, Қошмұхаммед Кемеңгерұлы сияқты алаш зиялылары айқындап берген осы заңдылықтарды біз қазір бойтұмар ретінде сақтап, соны негізге алуымыз керек. Жақсы. Соның негізінде қазіргі мына шеттен енген сөздердің барлығын сол формулаға салу керек. Сонда бәрі айқын болады. Жақсы, әрине бір бағдарлама көлемінде тілдік реформаға қатысты қайшылықтарды шындықта ақиқат анықтау мүмкін емес. Десек те тағы бір сұрақ туындайды. Менің алдымда Елдес Омарұлының 3 томдық шығармалар жинағы, сондай-ақ басқа да авторлардың монография зерттеу еңбектерін көріп отырмын. Осы жайында айтып берсеңіз. Бұл Ахмет Байтұрсын атындағы тіл білімі институты грамматика бөлімінің енді шағын ғана ұжым, бірақ сол кісілердің жинақтаған араб графикасымен, латын графикасымен шыққан еңбектерін жинақтап шығарғанымыз. Мысалы, Ахмет Мамытұлы, Мәншүк Мәметова кеңес одағының тұңғыш батыры.
бірақ ол кісіні біз Мәншүк Мәметованы білеміз, бірақ Мәншүк Мәметова соғысқа аттанғанда осы Ахмет Мамытұлын сақтап қалу үшін аттанған. Себебі 41 жылы 18-де кішкентай қыз, сол кезде 37 негізі Мәншүктің әкесі бөлек, Жеңсігәлі. Мына Ахмет Мамытұлының өзінің кіндігінен баласы болмайды да, сол себепті Мәншүк Мәметованы асырап алады. Сонда Мәншүк бұны өзінің әкесіндей көрді. Кейін бұл кісі 37-те ұсталып кеткен кезде менің әкем жазықсыз сотталып кетті деп 41-де атталған кезде, соғысқа аттанған кезде ол сол әкесін құтқарып қалу үшін аттанған. Себебі сол кезде бір ел арасында қауесет жүрген. Осындай егер майданның алғы шебінде жүріп әкесіне немесе майданның алғы шебінде жүріп соғысатын болса, ерлік көрсететін болса, туыстарын босатамыз деп. Осы әкесін құтқару үшін майданға аттанған. Немесе Тұрағұл Абайұлы осы уақытқа дейін жинақталған жоқ міне. Тұрағұл Абайұлы біз Абайдың баласы екенін білеміз, бірақ қандай еңбектері бар, біз оны көп ретте мән бермейміз. Осы мына Елде Сомарының еңбектерін 3 томдыққа сыйған жоқ, ұшан теңіз еңбектер. Осы мұралардың барлығын жинақтап, біздер енді Сұлтанхан Аққұл деген керемет азамат бар. Сол кісінің қолдауымен, сол кісінің ұйымдастыруымен, сол кісінің басшылығымен біз бірқатар жұмыстарды атқардық. Алдағы уақытта сондай еңбектер шығарғымыз келеді. Яғни алаш зиялыларының кезіндегі араб графикасымен немесе сол кездегі латын жазуымен қалып қалған еңбектерін, бұл жерде архив құжаттары да бар, сирек қордың кітаптары да бар. Сонан тауып, бұл жерде Орынбордан, Қазаннан әкелінген, Ташкенттен кезінде әкелінген материалдар бар. Соны жинақтап біздер қолға алдық. Және қазіргі мына соңғы Ұлы даланың 7 қырын дегенде елбасымыз мына неге архивке көп мән берді ғой. Шындығында осы архивтерді қарап отырып, біздің қазіргі шыны керек бір жатпай тұрмай біз өзіміздің мұраларымызды ең болмағанда түгендеуіміз керек. Себебі қанша мұрамыз Петербургте жатыр, Мәскеуде жатыр, Ташкентте қанша дүние жатыр, Орынборда, Омбыда, Уфада өте көп қазақтың мұрасы жатыр. Мысалы, мәдени мұра аясында, мәдени мұра бағдарламасының аясында қанша дүниеміз жинақталып қалды. Мемлекеттік архив деген мәселені өте жақсы қозғап отыр. Архивте болсын, сирек қорда болсын, кітапханаларда қазаққа тән мұра өте көп. Оны тіпті сол ресейліктер де, өзбектер де білмейді бұл қазақтың мұрасы екен. Себебі ол араб жазуымен жазылған. Сол мұраларымызды біз түгендеп қазір жинақтауымыз керек. Соның барлығын осындай кітап қылып шығаруымыз керек. Жақсы бастама баянды болсын. Шын мәнісінде елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру, сонымен қатар Ұлы даланың 7 қыры мақаласы шын мәнінде қазақ руханияты, мәдениеті үшін тың серпіліс болған анық. Сондықтан алдағы уақытта есімі елеусіз алаш қайраткерлерді өз зерттеушілерін күтіп жатыр деп есептеймін. Сондықтан сіздерге тек шығармашылық табыс тілеймін. Қазақ мәдениетінің руханиятын оқырманға, қалың көпшілікке танытуда еңбегіңіз жемісті болсын. Қымбатты көрермен, осымен бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Көріскенше күн жақсы.